Сәлем, озат оқушым. Бүгін бізде 86-шы сабақ зат есім. Зат есімнің сөз табы екенін білетін боламыз. Мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап береміз. 6-шы жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Жаңа оқу жылының алдында Тұмар анасымен дүкенге келді. Олар бірге киім таңдады. Бәрі жарасып тұр. Анашым, енді атам мен әжеме базарлық алайық, деді Тұмар. Өте дұрыс айтасың, қызым. Ол кісілерге қандай базарлық аламыз, деп анасы қызын қуана құптады. Тұмар үйге кіре сала: ата, сізге базарлыққа ақ қалпақ, әжеме ақ жаулық әкелдік, деп атасына күлімдеді. Күнім-ау, әкелген базарлығың үшін ақ батамды беремін. Жақсы оқып қатарыңның алды бол, деп атасы оның маңдайынан сүйді. Авторы Әдібай табылды екен. Енді осы мәтіннің мазмұны бойынша бір-біріне сұрақтар қойыңдар дейді. Тұмар дүкенге кіммен барды? Анасымен барған. Олар не таңдады? Олар бірге киім таңдады, жаңа оқу жылының алдында. Тұмар атасы мен әжесіне не алайық деді? Базарлық. Атасы Тұмарға не берді? Батасын беріп, маңдайынан сүйді. Мәтінге ат қой дейді. Мәтінге базарлық деп ат қойсақ болады. Енді мына ережені оқып есте сақтап алайық. Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атайды. Зат есімдерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, адам, кім, адам, көгершін, не, көгершін, жазушылар, кімдер, жазушылар, құлындар, нелер, құлындар. 7-ші жаттығу: өлеңді көшіріп жаз. Қозым дейді мені апам, қозым дейді мені атам. Сөздеріне күлемін, қозы емеспін, білемін, деді авторы Өтепберген Ақыпбекұлы екен. Өлеңнен зат есімдерді тап дейді. Осы өлеңді көшіріп жазып аламыз және зат есімдердің астын сызып қоямыз. Зат есімдері қозым, апам, атам деген сөздер, не және кім деген сұраққа жауап беріп тұрған зат есім сөздер болады. Қалай ойлайсыңдар? Ата-аналарың сендерді еркелеткенде неліктен ботам, құлыным, құлыншағым деп айтады? Өз ойларыңмен бөлісіңдер дейді. Өйткені бота, құлын, құлыншақ дегендер олар кішкентай, өте сүйкімді, сондай тартымды, сүп-сүйкімді болады. Сол себептен ата-аналар өздерінің балалары сондай тәтті, сүйкімді болғанда солай еркелетеді екен. Келесі 8-ші жаттығу: оңнан солға қарай оқыса да, солдан оңға қарай оқыса да, өзгермейтін сөздерді тап дейді. Мінеки мұнда екі жағында да басқа әріпі және соңғы әріпі қ және к әріптер болу керек. Біз ондай сөздер қазақ. Оңнан солға оқысақ та, солдан оңға қарай оқысақ та қазақ. Қабақ, қызық, қалақ, керек және кезек деген сөздер болады екен. Бұл сөздерді оңнан солға қарай оқысақ та сол сөз болады. Солдан оңға қарай оқысақ та сол сөз шығады екен. Келесі 9-ші жаттығу: көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, өлеңді көшіріп жаз дейді. Мінеки былай жазып аламыз. Өсөз балам, өсе бер, батыр бол, палуан білекті, батыл бол, таймас жүректі, аяғыңды созайық, саусағыңды жазайық. Ақ сандық, көк сандық кітабынан алынған өлең жолдары екен. Осылай көшіріп жазып аламыз. Зат есімдердің астын сызып қоямыз. Зат есімдер бізде балам, батыр, палуан, батыл, аяғыңды, саусағыңды деген сөздер. Кім, не деген сұраққа жауап беретін сөздер бізде зат есім сөздер болады екен. Яғни зат есім дегеніміз заттың атын білдіріп, кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтарға жауап беретін сөз табын біз зат есім деп атайды екенбіз. Осыны есте сақтап алайық. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелмеген болсақ, тіркеліп алайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.